той құтты болсын баршаңызға ардақтағандар. Тамаша. Осындай жиын тойды күнде тілеп, той берген Мұхаммедтің үмбетіне екінші ақ дастарханға бір қол соғайық. Бүгінде 70-ке жетіп жатқан Ақжархан апамның құрметіне де бір қол соғып қошемет ұрып қояйық. Тамаша, олай болса, өмірдің таусылмасын дастананы даналық балалықтан басталады. Арнасын ауыстырып су кетсе де, табанында тапжылмай тас қалады. Той дегенің ішіп жеп қайту емес, той дегенің қонақтардың қасқабағы, ән көңілдің ажары деп айтпай ма, екінші ақ дастархан әсем әнмен бас салады ардақтағандар. Олай болса, екінші ақ дастарханның басын арнайы сіздерді жақсы көрем деп, жақсы бір ән шырқап берейін, қабыл ала отырыңыздар ендеше. Жібер. Байлап асқақ арманым жасаған елге жақсы амалдарын жандары жайсан жақсы адамдарын тағдыр жолында танысқандарым жалған өмірде жарысқандарым қалжыңда биік қағысқандарым қандастарым ауылдастарым құрдастарым дәуір қосқаным тіршілікте бауыр басқаным мен сіздерді жақсы көремін. Anашым жалап, ақылшы аға, дарашыңдарым, жаныма жалап, жанашырларым, қандастарым, ауылдастарым, құрдастарым, дәуір қосқаным, тіршілікте бауыр басқаным. Мен сіздерді жақсы көремін. Қариялар қалыңдастаным, алаулаған жалын жастарым, әпкелерім қарындастарым, мен сіздерді жақсы көремін. Рахмет. Алла разы болсын. Менерің бөнерімді байлағалап билеп жүрген сіздерге Алла разы болсын. Келіңіздер. Ал, жайғасайық, жайланайық. Ал енді бүгінгі қуаныштың екінші асын тарту етейік. Арнайы сіздер үшін дайындаған Ақжархан апамыздың ұл-қыздарының тапсырысы бойынша Теміртау қаласының Тойбастар мейрамханасының бас аспазының қолынан шыққан екінші асын қабыл алыңыздар ендеше біз тарту етейік. Ал, алып келейік екінші ас. Бүгінгі қуаныштың екінші асы. Жай.
Ал алдарыңызға ас қойып, екі қолды бос қойып, астарыңыз дәмді болсын деп, тағы да 5-6 минут үзілсін деше. Дәмнен алыңыздар, астан алыңыздар. Жалпы екінші тамақтың үстінде қалған кісілерді бір марапаттап жіберейік. Арнайы той иелеріне деп дайындалған марапат сыйлық қой. Олай болса, мен мынау екінші ақ дастарханның басында марапатты арнайы осы қуаныш деп, бүгінгі той деп бөлісіп келген ең алыстан келген қонақ бар ма арамызда? Ең алыстан келген қонақ. Так, апам қол көтеріп жатыр. Так, қай қаладан келдіңіз апа? Рудный, Қостанай облысы Рудный қаласынан келген апамызға бір қол соғып қошемет тұрақшы ардақты ағайындар. Так, ағам да қол көтеріп жатыр. Аға, сіз қай қаладан келдіңіз? Сіз де Рудныйден келдіңіз ба? Енді ана кісінің жасы үлкен екен. Ренжімесеңіз сол кісіге берсем, бір қол соғып қошемет тұрақ ақ жаулықты анамызға. Уақыт жоқ заманда уақытын тауып, неше мың шақырымды артқа тастап, Рудный қаласынан досымыздың той деп келіп жатқан апама мынау сізге тойдан тоғықтай. Арнайы Қарағандыдан, Теміртаудан. Келесі марапат бізде қалай жазылған екен? Келесі марапат. Тоқта, бұны пока асықпа. Бұған асықпа. Так, келесі ең әдемі көйлек киген қонақ дейді Алтауы. Бәрі әдемі киіп келген бұл кісілерден қаңғы береміз енді. Қазақи киініп келген кісі бар ма? Қазақша, честте қазақша көйлек киіп келген кісі бар ма? Қазақи киініп келген кім бар? Бар ма арамызда? Айзада? Так. Айсара? Жоқ, Айжарқан апам алмайды өзінің тойында өзі. Айсара апама берейік, Ал, қажы кісі. Молодец, апа бұны сізге, сіздің жолыңызды бізге берсін, Құдай қаласа, біз де қажылыққа барайық. Так, келесі, үшінші, төртінші асықпа, ең соңғысына қалдырамыз оны. Ең соң, жоқ, анау келесісін берші маған. Көйлекті ауыстырып алдың ба? Ой, не болды, құралай, мен шатастым ба десем, апа, Айсара апа, көйлекті ауыстырып алыппыз. Ойланып отырсыз ба, қандай не берді деп, мынау сізге көйлек. Келесі марапат. Ең әдемі айтқан қонақ. Мен Балнұрдан басқа ешкімді көріп тұрған жоқ мынау дегіз, Балнұр қарындасымызға бір қол соғып ортаға Балнұр шақырайық. Кел. Анамызда аналар жайлы әдемі ән айтып кел. Менге бермеген жараға, жүрегімнің давасы мынауға. Кел. Саған Балнұр, тойдан тобықтай апамның жасын берсін саған. Күшті болда бір бақыт қой. Ән айтқандарыңызға сіздерге беретінем. Ал. Бәрекелде, ал олай болса бізде сыйлық тағы да жетеді, тағы да тарата жатармыз. Олай болса екінші ақ дастарханның әрмен қарай жақсы ақ тілегін ақтарайық деп, мен олай болса келер сөздің кезегін, айтар ойдың өзегін, ұлыстың ұлысы деп, ұлығы деп, сөздері бұрынғының дұрысы көп. Мен сіздерді жақсы көрем, нағашыжан, аяулы анашымның туысы деп, ақ ниет ақ тілегін ақтарсын деп, мен асабаның алаңына Ақжарқан апамның барша нардай нағашыларын сол кісілерге қосып, төбеде, төрімізде төре деп отырған біздің апамның жиені Аққұлақ ағамды шақырайын, және де Ұрысқұл апамды қосып шақырайын нағашыларға. Ал, келіңіздер, нағашылар, билеп келген десе, ал жіберіп билеп. Нағашылар, және де Аққұлақ ағамыз Ұрысқұл апа. Аналардың бірге туған бауырысың нағашы, жиендердің сүйенетін табылсың сен нағашы. Сендер барда жүректерге бүктенбейді нағашы, сендер келіп жиендердің туғануын қарашы. Жан жүректен бақыт тілеп ақ тілекті арнады, Жиендердің қуанышы жақсы биге жалғады, Жиендердің қуанышы жақсы биге жалғады. Қара тамырлар қайда билеп келген десе, таусылмайтын сарқылмайтын мейіріміңді арнады, таусылмайтын сарқылмайтын мейірімдісің надашы.
келіңіз нағашеге. Енді Аққұл ағамнан басқа үлкен көріп тұрған жоқпын. Біз қазақ үлкенді құрметтеп, үлкенді сыйлағанбыз. Сондықтан да Аққұл аға өзіміз бастап, қалған нағашылар жиендер қоштасын. Ал, айта қойыңыз. Я, ассалаумалейкум әлеумет. Мінекей мен орталарыңа келіп отыр екенмін, қарындасымыздың 70 жасқа толуына сендермен дидарласып өшірге жан жақтан келіп отқан ағайын туыс жекжат дегендей бәрінің қадамдарыңа гүл бітсін деймін. 70 жас деп айтуған оңай болғанмен оның бірталай оқиғалары өтті. Бұлайынша есептеп қарасақ 70 жас деген 840 ай болады екен. Есептеп көріңдер, 840 ай. Ане соны бастан кешірген. Мына қарындасымның әкесінде, шешесінде көрдім. Бұлар енді туған нағашымыз, өткен ғасырдың перзенттері болып өтті. Бәріңде танитындарың бар, танымайтындарың бар. Менің туған нағашыларым Құламан мен Рахман. Мінекей әжемізді көрдік. Біз алыста тұрған Степногорскіге барғанда әптен біздерді сағынып қалғанда көзіне жас алатын еді. Олардың бәрі адамға деген мейір, шапағат, адамды сыйлаудың бір жолы. Бір ақындар айтқан екен, несіне мастанасың бала батыр, қариялар азайып бара жатыр, бірі мінсе келместің кемесіне, бірі күтіп әнекей жағада тұр дейді. Мінекей шалдардың, кемпірдің артынан біздер жасап келе жатырмыз. Құда қаласа ендігі жылы 80-ге өтеміз. 80 деген айтуға оңай болғанмен бірталай қиындықтар өтті. Оны мынандай қуанышта айтудың қажеті жоқ. Бәріңізге сәт сапар тілеймін. Келген адамдардың барлығына да тойда аралассын. Тойларың тойға ұласа берсін. Жасай беріңдер. Мәңгілік жасаңдар. Да, құрметті қалайық. Не дейміз ба? Ажарған апам 70 жасқа толып жатыр екен. 70 жасыңыз апа құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Ауырмаңыз, шаршамаңыз. 100-ге жетіңіз. Балдарыңыздың қызығын көріңіз. Той болсын. Кеш жарық тойшыл қауым. Мінеке бүгін апа дейтінен бүгін енді 18 жасар қыз сияқты болып тұрсың, енді бүгін қайынсың дейін. Бір жағы апам, бір жағы қайынсіңілім, өзім Тоққожаның қызымын. Күйеуімнің мамасы Тоққожа болған, осы кісінің ағасының қарындасы болған. Сол үшін халықта бар ғой, сүйегін сатпайды деп, сол сияқты сонда да түске шейін қайынсылым, түстен кейін апа, бауырым. Не ал дейміз, мінеки бүгінгі қуанышты күніңізге ортақпыз. Адам ұрпағымен мың жасайды дейді ғой. Мінеки екі қолыңызды қамшы етіп, екі аяғыңызды ат етіп, балапандарыңызды ер жеткізіп, халық қатарына қосып, мінеки бүгін соның жемісін көріп отырсыз. Әр уақытта балдарыңыз жемісті болсын, сол әуеліне ақырымды бер дейтін еді үлкен кісілер. Неге олай десем, мінеки әуеліңізден ақырыңызды беріп, балдарыңыз өсіп, өніп, немере сүйіп, шөбере сүйіп, енді Алла тағала шөпшекке де жеткізсін деймін. Сіздің тек қана қуанышты күндеріңізді өстіп бөлісе берейік. Алла күш қуат берсін, денсаулық берсін, қажымаңыз, ауырмаңыз, балдарыңыздың тек қана бақытты күнін көріңіз. Еліміз тыныш болсын, халқымыз аман болсын, тыныштық заманда балдарымыз, бауырымызда тек қана бақытты болып, осындай қуанышты күндерін бөлісіп жүре берейік. Тек қана жақсылығына келейік. Құрметті туған туыс бауырлар, міне бүгінгі мені
апамды қадірлеп сыйлап келген ағайынға мың алғыс сіздерге. Апашым, орны бөлек апашым. Мен Ермахан менен апамның махаббатының куәгер едім. Қыз бен жігіт кезінде суға барған кезде су жібін сылтауратып еріп баратым Ермаханға. Сөйткен міне Құдайға шүкір апа, енді өсіп өндіңіз, ұлдарыңыз бар, қыздарыңыз бар, ұлды яға, қызды қияға қондырдыңыз. Алланың берген 10 немересі бар деп атсыз. Бауырларыңыз бар, ұлдайымыз, айтотымыз, ұл мекеніміз, әр қайсы орын тапқан бақытты, батыр аналар десем болады. Әр отбасының берекесін келтіріп отқан жандарым, аман болыңдар. Апа, сіз бақыттысыз, батыр анасыз. Не деймін сізге, Алла денсаулық берсін. Жездемнің көре алмай кеткен қызығын балаларыңыз бен ағайын туысқандарыңыз бен өзіңіз көре беріңіз. Немереден, шөбереден шөпшек, шөпшектің қолына май жалауды Алла нәсіп етсін. Тілегіңізді Алла қабыл етсін. Ағайындарыңыз аман болсын, жан жағыңыз аман болсын. Мынау осы жерде отқан бұйым халықты, мынау келіп жатқан мерекелеріңіз құтты болсын азаматтарымыз. Азаматтар аман болсын, ел іргесі тыныш болсын, тәуелсіздігіміз асқақтай берсін, немерелеріңіз өсіп өркендей берсін. Сіз сияқты осы жерде отқан кісілерді 70-ге толып, 80-ге толып, торқалы, мерейлі тойын тойлауға Алла насip етсін. Рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін. Жаңа орамал том болмайды, жол болады дейді ғой. Сізге кішкентай сыйлығым бар, соны тартуды рұқсат етіңіз. Тұрсынай апа, келіңізші. Бір қол соғып қошемет тұрайық. Енді біраз жылды артқа тастап, жастық шақты бір есіне түсіріп жіберді ғой Ақжарқын апамның. Сіз қаншада болдыңыз примерно сол кездерде? Ол кезде ма? Бірінші сынып па? Бірінші сынып. Міне араға неше жылды салып, анамыздың 70 жас мерейтойында кездесіп жатыр. Бұл да бір қой біз үшін. Айтады ғой Тұрсынай апа, дүниенің ағында, қарасында мылқ етпесін қабылдап аласың да, қарасымен шамам жоқ таласуға, ей өмірім зымырап барасың ба деген осы. Ал, аға, кез ортаға шығып айтайық. Ассалаумалейкум. Той сүйер қауым. Міне бүгін себептермен Айжарқын апамыздың да тойына келіп жиналып отыр екенбіз. Енді жаңа Ерекеңді еске алып қойды, жатқан жері жайлы болсын. Мен бірінші Карл Маркс совхозына күйеу болып келгенде есік ашып барған үйім Ерекең үйі еді. Сол кезде Ерекең маған туысым, ағайыным деген. Енді тұрып Айжарқын апа десем де болады, басқаша айтсам да болады шығар. Енді менға тұрып ағам деген кезде мен қалай шыдап тұрамын. Сондай ақ әй сен тиіш тұр. Не дейміз, Айжарқын апа, мына мерей тойыңыз құтты болсын, денсаулығыңыз зор болсын. Мына ол қыздың немере шөберенің қызығына тоймай жүре беріңіз ортамызда. Денсаулығыңыз зор болсын да қысқасы. Қалғаны бола береді. Алланың бергенін көре бересіздер. Құрметті кешке жиылған қауым, бүгін айтып жатыр ғой, Аспан әулетінде Тоққожа қызы немесе Айжарқын апамның бүгін 70 жасы. Мақпал Жүнісова болып келіп едім, тамағым қарылып бір күнде өлең айта берген соң, тамағым қарылады екен. Үзір. Айжарқын апа, кешеде сый-сипат құрмет үйге ізет көрсетіп жатырмын. 70 жас құтты болсын, деніңіз сау болсын, балдарыңыз аман, бақытты баянды ғұмыр сүріңіз. Мен өзім айтып едім Талғатқа, Степаногорскіге 70 жасын істейді деп еді. Жоқ, Айсу, сен бара алмайтын болған соң, Тойбастарға істейді деп еді. Сондықтан мен осы жердің келіп отырмын. 70 жас барлығыңызға бұйырсын. Еніміз сау, заманымыз тыныш, аспанымыз ашық, балдарымыз аман болсын. Дастархан тек тойға жайылсын, балдарыңыз бақытты болсын. Айжарқын апа, туылған күніңіз және құтты болсын. Көрмеші өмір ауырын, таусылмасын сауын, туған күн 70 жас құтты болсын, әкешімнің бауыры.
той қалассын. Бұл бір әңгідік. Той деген шаттығымен, қызығымен баршаңызға бұйырсын. Бақытты баянда ғұмыр сүріңіздер барлығыңыз. Аз ғана сыйлық бар, біздердің атымыздан қабыл алыңыз. Рахмет. Қазір тапсырасыз. Баяғыда сіз апай едіңіз, енді мен ағаймын бүгін. Құдай қаласа. Міне, жақсының жақсылығын айт, нұры тассын, жаманның жамандығын айт, құты қашсын дейді. Мынау халықтың алдына шығып, бата алып, ақша алып жүргеніміз бірінші Алла болса, екінші осы Айсұлу апайдың, ана отырған Ұлмекен апайдың Марыс нағашының тепкісін таяғын жеп өскен адамбыз. Мұғалімдер ғой, бір қол соғып қошемет ұрып қойсаңыздар болады. Міне, осы кісілердің арқасында, Құдайға шүкір, осы кісілердің берген білімінің арқасында, әйтеуір кішкене болса да сауатымыз бар. Әйтеуір ел басқармасақ та, кішкене осылай той басқарып жүрген жайымыз бар. Осы кісілердің арқасында бір қол соғып қошемет ұрып қойсаңыздар. Ал, әрмен қарай кім бар? Әрмен қарай, Дархан апайдан ба? Ал. Кешер құрметті қауым. Апамына бүгінгі 70 жасыңыз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Біздердің айтқан жасымызды бермейді ғой, Алланың берген жасын жасай беріңіз. Ағайынның туыстық ақылшы болып, бауырларыңыздың алдында басыңыз қадірлі болып жүрсін. Ешқашан басыңыз ерге қарап еңкеймесін. Балаларыңыздың қызығын көріңіз. Бауырдың қадірін біліп, қадірлеп жүре беріңіз. Балаларыңыздың қызығын көріңіз әрқашанда. Міне, Айжарқын апа, туылған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Осы балапандарыңыздың қызығына тоймай жүре беріңіз. Бастыңыз аман болсын, ағармасын шашыңыз, 100-ге жетсін жасыңыз. Немерені ерітіп, жүре берсін, 100-ге жетсін жасыңыз. Сол аз ғана подаркіміз бар енді. Қазір өзіміздің атына тапсырамыз, Нұрбек. Қазір асықпаңыз, подаркіге асықпаңыз. Айтамыз ба? Қосыламыз ба? Айтасыз ба нағашыге? Қосыласыз ба? Кім, Нұрик? Нұрикең айтты ғой. Былай қылайық. Бүгінгі қуанышта ең тартымды тілек айтқан деген мынау соңғы марапат қалды, ардақты ағайындар. Мен енді осы сыйлықты енді анау адамның қолынан келе бермейтін дүние ғой. 70 жас неше ай дедіңіз? 840 ай. 840 ай. Анау мына бұғалдерлеріңізді есептей алмайды шығар. Міне 70 жасты осылай есептеген жеңге бергім келіп тұр. Әдемі тілегін естіп. Рахмет. Бөле алсаңызшы. Болды, басқа беретін жоқ, есептемей қойыңыз арма қарай. Болды ма, қалғанымыз қосыламыз ба? Ал, бір естелікке суретке түсек, сый-сияпат тапсырып, Ақжарқын апамды құттықтап, билеп-билеп құттықтауымызға жайғасып алайық. Келіңіздер, ал, нағашылар, жиендер, ал, сый-сияпат тапсырыңыздар енді. Қасыңыз қара, шашыңыз ұзын, көзім тоймайды. Еді! Қасыңыз қара, шашыңыз ұзын, көзім тоймайды. Ал, Ақжарқын апам жақсылап құттықтап, сый-сияпатымыз тапсырып, торнымызға билеп-билеп жайғасайық. Кел! Жүр! Тамаша! Санарыңнан ол жарқ еткен кезде, өзіне қарап ән кеткен кезде, сен менің бағымым, сен менің барым, бақтап алмаспын өзіңнен өзге. Ақтаным менің, әттәнім менің, көңілімдегі бақта гүлдің өзіне ғана жарасып туған әппағым менің, әппағым менің. Ақтаным менің, әттәнім менің, көңілімдегі бақта гүлдің өзіне ғана жарасып туған әппағым менің, әппағым менің. Өйне! Рахмет. Тәте, сіз қалыңыз да. Сіз қалыңыз, қалғадамыз жайғасақ, отырып алыңыз, сіз қалыңыз. Күшті осындай қонақ іздеп тұрам мен өзі. Келіңіз, қалыңыз. Келіңіз. Кім боламыз шаңыраққа? Бөле. Бөлеге бір қол соғайықшы, қошемет тұрайықшы. Осы бөлемен билейтін бір тоққожалардан бар ма? Жиендер болса да болады. Кім бар? Мына кісімен жақсы билейін деген кім бар?
шығыңыздар духыңыз жеткендеріңіз. Кім бар? Кім бар? Ке. Ал. Бейжарсыз той болмаған. Мен енді арнайы Балнұр жиен, нағашы ғой, нағашы жақтан ғой Балнұр. Мына кісі бөле. Көрейік, бөлелер мықты ма, нағашылар мықты ма? Сіздерден қолдау керек, қошемет керек. Ал, жібер маэстро ендеше. Жібер. Айқайшу. Кел. Тәте, сіз жайғасай беріңіз. Сіздің жасыңыз сыйлайын. Ке, бидос кеш. Биді мынанда билу керек. Жеңге қол соғыңыз ба? Рахмет. Антрактіде ең мықты билеп көзге түскен жігіт осы жігіт болды. Қазір көресіздер, мен көп мақтамай қойын, өздеріңіз куәгер боласыздар. Ал, Балнұрмен бір жақсылап билейік. Енді барынша мақтап жатырмын, барынша қолдап жатырмын. Мен пазар қылмай мықты қылып биле. Қандай музыка қойып берейін? Қазақша ма, орысша ма, өзбекше қайсысы? Қайрат Нұртастың любой музыка істеп жатыр бидос. Ал, көрейік, Балнұр против бидос. Жібер маэстро кеттік ал. Кел. Ал. Айқайшу бар ма? Өйде! Ба, бидос. Жайғаса ғой жадым. Сыйлық алсаң болды, главный. Тамаша. Кім бар мына кісімен шығатын кісі бар ма? Бар ма, кім бар? Үпік шықпайсыңдар ма? Сонда ұрудыдан келіп құрғол қайтасыңдар ма? Кім бар? Кім? Сәке, қой. Рахмет. Сәкесі өзіміз ғой, мына кісі қызайын деді ғой, очкиді тағып алып, мен де ұқпады. Кім бар? Рахмет. Жаке шығамыз ба? Кесе Жаке. Жаке, ке. Рахмет. Ешкім шықпаса, Балнұр ғана телешкісімен қосып беріп жіберем насыйлық. Кім бар? Кім? Раяна, ке. Жаным. Балнұрды Раяна орнына қоймаса. Рахмет, қандай музыка қойып берейін? Любой. Балнұр қандай? Өзбекше? Балнұрдың сұрау бойынша өзбекше. Көресіздер қазір, сіздер қолдап отырыңыздар, қол соғып отырыңыздар. Нано.нет тақдим етеді. Ойнап қалың, сазын çalın, çalın çalın, sazın çalın, ойнап қалың. Gelin dostlar oynalı, oynap doymalı. Gelin dostlar oynalı, oynap doymalı. Devreni gengrek alıp, hezzeti oynap kalın. Devreni gengrek alıp, hezzeti oynap kalın. Балнұр, сен де қайтпайды екенсің, кішкентай қызбен жарысып. Қол соғып қошып отырайық, ке. Жаным мен, Раяна күшті. Кім бар? Кім бар Раяна мен? Бағана биші қонақ деген бір не бар еді, кетіп қалмал біреуге. Кім бар Раяна мен? Аманның қызы, Аман ағам қыз шығасың ба? Қазір, ке. Сен Раяна пока дем алып тұр. Ке. Болам деген баланың бетін қақпа белім өдейді ғой, ажағаш. Так, бұл кім боламыз? Кім болады? Бөле ма? Ал, бөле против жен. Жібер ендеше. Ал. Айқайшу бар ма? Жел. Рахмет, ке. Атың кім? Амина. Амина қалай биледі? Ке, келе ғой. Атың кім? Балнұр. Балнұр қалай биледі? Күшті. Мен енді Амина жеңді демеймін, Балнұр жеңді демеймін. Достық жеңді. Екеуі дос болсын деген ниетпен екеуіне бірдей қылып сыйлық беремін. Бөліп жармай, мынау саған Амина. Ал, мына сыйлықты біздің Раянаға бұйырға шығарардықты қайда. Бір қол соғып қосып отырайық. Ал, жайғасып алыңыздар. Енді соңғы тілек қалды. Соңғы ақ тілек.
Олай болса келер ақлектің кезегін айтар ойдың өзегін, саусағымыз бөлек болса да білегіміз бір, жолымыз бөлек болса да жүрегіміз бір деп әулеттің қуанышына ортақтасып келіп жатқан барша бөлелерді және де осы әулеттің барша жиендерін шақырайын. Сол кісілерге қосып Мүнира апайды да ортаға шақырайын. Ал билік білгенше жиен бөлелер. Көрсем сені жаным нұрға бөленіп, туысқан деп сағынып мен жүремін. Қардай аппақ көңілі бар бөлемін, бөлем үшін мен бәріне Кел, бөлем қандай тамаша, әзілденіш жараса, ән арнадым бөлеме бүгін тамаша. Аман болсын Бөлелер, ойнап күліп жүрер, қуанышқа көңілім менің бөленер. Өйде! Ал, бірінші тілек айтақ сіздердің құрметтеріңізге жақсы ән қойып береміз. Бөлелер болып, жиендер болып билейсіздер. Ал, бөлелердің басын бастап келіп жатқан апам ба? Үлкен апам ба? Ал, апа, өзіңізден бастаймыз ғой деймін. Ақлектің басын ал, айтыңыз. 70-ке келдік қой біздерде. Қош келдіңіздер. Тойға келген құрметті қонақтар. Себепші отқан, не дейміз? Шалымның бөлесі, атын айтамызда қайын сіңілім ғой. Еркежан. Осы бастамада Еркежандар. Майлы, жасың жасара түссін. Жасай берейік. Денім сау болсын. Не деймін? Немере шөберелерін қызығын көріп жүре бер. 70 жасың 100 жасқа толсын. Осы көптің айтқаны, түкіргені көл дейді ғой. Көп айтып атыр, періштелердің құлағына шалынсын, әумейін десін. Жасыңа жас қос, басыңа бас қос. Немере шөберенің жаңағы несінен алақанынан май жала. Со күнді көрейік, со кезде мені шақыр. Бөлелігіміз өшпесін. Жолда екеуміз ғой енді басшы. Көрген білген, бәрі қалғандарын бәрі жас. Біздер енді кәттесі ата ананы көрген, сыйластықты білген, сарқытын ішкен, еңбек қылған. Біз енді екеуміз білеміз. Балдарыңа рахмет, келін балдарына рахмет, өстіп мәртебелеп, анасының еңбегін өшірмей бағалап атқан балдар келінге рахмет. 100 мәрте, 1000 мәрте рахмет. Тойың той қыласын, жора замандасым. Құрметті жиналған қауым, бүгін менің туған белем Айжарқынның 70 жас екен. Айжарқын 70 жасың құтты болсын, денің сау болсын, бала шағаң рахатын көріп жүре бер. Текке саған денсаулық, амандық тілеймін. Немеренің ертіп, шөберені шертіп жүре бер. Тойың той қыласын. Айжарқын апа, әр бөлеміз, мені бүгін 70 жасыңыз құтты болсын апа. Өте бәріміз қуаныштымыз. Той бәрімізге отырған азаматтарға да жұғысты болсын. Қажымас қайрат, денсаулық, балдардың алдында, немерелердің алдында күліп ойнап жасай беріңіз, 100 жасаңыз. Той. Ассаламалейкум. Құрметті қонақтар, бүгінгі жиналып отқан себебім не ақ жеңшем 70 жасқа толып жатыр. 70 жасың құтты болсын жеңше. Денің сау болып, Алланың берген жасын жасап, жүре беріңіз. Мына балдарыңның, немерелеріңнің, қыздарыңның бәрін қызын көріп жүре беру Алла насіп етсін. Нағашым Ермаханның көрмеген жақсылықтарына балдарың мен немерелеріне берсін. Әрқашанда үйлеріңе той болып, сол тойға аман есен, төрт көзіміз түгел, басымыз түгел болып жете берейік. Құтты болсын туған күніңіз. Саламатсыздар ма? Құрметті тойшыл қауым, бүгін менің ақ жеңшемнің 70 жасы, бәріңізге белгілі, құтты болсын. Бұл кісілерден айта берсем тарих қой.
нағашым бейшараны ең жақсы көретін я мата секілді, я машинаны ұрлап кететін. Өзі управляющий ферме Құрмантайда жұмыс істейді. Үйге костюмын іліп кетеді да, жүгелдің кілті костюмның қалтасында қалады. Үйдің алдында білесіздер, Сәбеттің гаражы бар еді, қожаның. Есігі неге қарай тұрады? Жолға қарай тұрады. Түнде бұл кісілердің бәрі ұйықтағаннан кейін кілтті алам, есігін ашам да, машинаны жолға шейін итеріп барамыз. Жолдастарым бар ғой қасында. 8-ші, 9-ші класс оқимын. Содан түнімен кетеміз, таңертең 4-терде ма, 5-терде апарып өшіріп, қайтадан итеріп кіргізіп кетеміз гаражға. Бір күні әбден нагілс етіп кеткенмін ғой, көшеде күндіз айдап кеткенмін ғой, күндіз көшедегі атсам, Ерекең бейшара кеп қойған конторға. Мен білмеймін ғой ол кісінің келгенін. Қарап тұр дейді, машинасы өтіп бара жатыр. Мына таңан еді, менің машинам емес па деп ойлады дейді. Сөйтіп ол кісіні кейін біліп қойды да кілтін алып кететін болды. Сөйтіп машинасыз қалып кеткенмін. Одан кейін үй жағына мотоциклін ұрлап кетемін. Әйтеуір ол кісінің тыныштық бермейтін ем, я машинаны кісі. Ең жақсы көретін ағашым еді. Бірдеңе болса сол жаққа баратынмын. Анау төбенің басында тұратын еді ғой, білесіздер. Екеңді алдап сулап мотоциклді мініп кетемін, ананы мініп кетемін, сөйтіп жүретінмін. Жақсы көретінмін. Амал жоқ қой енді, ондай іске амал жоқ, Алланың ісі дейміз. Не дейміз жеңше? Мына туған күнің құтты болсын. Осы мынау балаларыңның қызығын көр, немере шөбере, шөпшек сүй. Әрқашан үйіңде той болсын, жүзіңнен күлкі арылмасын. Жаңа айтам ғой, жеңшеме 100 грамм беріп қояйын ба, күліп тұрсын деп та. Қараймын, бүйтіп қабағын түйіп тұрады, 100 грамм беріп күлдіріп қояйын ба деп жатырмын ба жаңа қасымдағыларға. Сол сияқты жеңше қартайма, дәл осындай жап-жас болып жүре бер. Мыналардың бәрі осылардың қызығын көр. Ол балаларыңа, қыздарыңа рахмет. Осындай той жасап беріп жатқанына. Бәріңіздің үйіңізде осындай той болсын, тойларыңыз той қыласын. Нағашыларым жасасын. Ассалаумағалейкум, мына тойға жиналған ағайын. Мына себеппен бүгін басымыз қосылып отыр. Мына біздің жеңешеміздің 70 жасы. Жеңеше 70 жасыңыз құтты болсын. Алла бірінші денсаулық, бірінші байлық денсаулық, деніңіз сау болсын. 80 жасыңыз, 90 жасыңыз, 100 жасыңызда да осы адамдар төрт көзіміз түгел тойлай берейік. Ұл қыздарыңыздың, немерелеріңіздің қызығын көріп, ортамызда жүре беріңіз. Тойларыңыз той қыласын. Жеңше, міне бүгін 70 жасыңыз құтты болсын. Алла сізге күш қуат берсін, денсаулық берсін. Ұлдарыңызды ұяға, қыздарыңызды қияға қондырдыңыз. Енді мына қалған немерелердің қызығын көруді Алла нәсіп етсін сізге. Осылардың қызығына тоймай аман-сау орталарында балаларыңыздың жүре беріңіз. Жеңшем деген Степногорскінің ең спортсменкасы ғой. Бұл бәрі әжелерді базарға апарады, магазиндерге апарып жүреді. Сол сізден Алла күш қуатыңыздан айырмасын, сөйтіп жүгіріп жүре беріңіз балаларыңыздың қызығын көріп. Кеш жарық бүгінгі жиынға келіп отырған қауым той құтты болсын. Міне бүгін ең жақсы өте бір көңілді кеш болып жатыр. Ол да болса міне бүгін біздің Айжарқын апамыздың 70 жас екен. Енді шақырылған кезде мен бәрін қатты қуанғам. Ойбай, Айжарқын апам 70 жасқа толып жатыр екен, тойға барамыз. Көрмегендердің барлығын көріп, ауылдың бір марқайып қалатын болды деп қатты қуанғам. Міне сол ниетімізге бүгін жетіп, Айжарқын апамның тойына жиналып отырмыз. Ең маңыздысы, біз Айжарқын апаммен мен өзім келіншек болып түскенде ең бірінші өзіме ыстық болған, ақылшым болған, көршім, әрі нағаш апам. Міне осы кісіден үлгі алып, өсіп, өніп келе жатырмыз. Және осы кісінің, менің балаларым Айжарқын апамның үйінде өсті. Сол үйде жүрді. Қашан біз бала керек деп барғанша, менің балаларым сол апам үйінде жүретін. Міне өсе келе, міне ер жетіп, кім Сездің баласы біздің үйге кеп жүретін. Міне соларды мен кішкене кезде көрдім да, одан кейін көрмей қалғам. Бүгін бақыттан басым айналып тұр. Сол баланың үлкен болып, ер жетіп, ақ еркеменен кімді
Анюшты көріп, аналды көріп, басым енді төбем көкке жетіп тұр да, ең бақытты күндердің бірі болып тұр. Міне апа, міне осы апамның арқасында ғой барлығы жақсы ер жетіп, өсіп өніп жатыр. Апа, туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Алланың берген жасыңыз жасап, осы немере шөберелердің ортасында күліп ойнап жүре беріңіз. Енді сезбенен балдарға айтатыным көп рахмет. Міне сендердің өсіп өнгендеріңді, жақсы ер жеткендеріңнің белгісі болып жатыр. Міне апамның тойын тойлап, ең бір жаңағы балалық нелеріңізді, қызметтеріңді істеп жатсыңдар. Мыңда бір рахмет. Алла разы болсын сендерге. Тойларың тойғаласа берсін. Не деймін? Ең жақсы күндеріміз осы болсын. Барлықтарымызға осы той жұғысты болсын. Айтайын деген сөзім көп. Ал, кім? Телханаға келді. Степногорскіден арнайы келдіңіз ғой, бір тілегіңізді айтыңыз аға. Ал. Ассалаумағалейкум. Не ағайын туыстар, құда жегі жаттар. Міне бүгінгі тойға жиналып отқан себебіміз менің нағашым Ерекең Ермахан ағамның жұбайы Айжарқын жеңгеміздің 70 жасы болып отыр екен. Жеңше, өмір жасыңыз ұзақ болсын. 70-ін көре беріңіз және біреуін. Аман есен жүре беріңіз ортамызда. Немере сүйіңіз, шөбере сүйіңіз. Жүре беріңіз ақ жаулықты ана бап ортамызда. Енді Айекеңді айтсам, ең жақынында жеңгемнің ең бір жерде тұрамыз Степногорскіде. Степногорскіде ең жақын нағаш жұртынан осы. Әрқашанда қызығын көре беріңіз. Тойдан тойға ұласа берсіңіз. Мынау өсіріп отқан ұл қыздарыңыздың қызығын көріңіз. Әрқашанда қиыншылық көрмеңіз. Әрқашанда заманымыз тыныш болсын. Нағашыларыма рахмет, келіндерге рахмет. Сондай анасын сыйлап, осындай 70 жыл мерейтойын істеп беріп жатқанға. Балдарыңыз бақытты болсын, деніңіз сау болсын, жарқырап жүре беріңіз. Көңіліңіз ақ болсын, үстіңізде ақ көйлектей. Ал, Ермахан атамның жиендері болдық па тілек айтып, енді рұқсат болса, Айжарқын апамның жиендеріне кезекті берейін. Ендеше, әбеке, үлкені өзің ау деймін. Ол соғайға, аман, бұраттан бір жақсы бір тілек болсын айта ғой, әбеке. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Міне бүгін үш жұрттың ұлығы деп, ұлысы деп, сөзінің бұрынғының дұрысы көп. Мен сені жақсы көрем, нағашы жан, аяулы анашымның туысы деп. Дегенде міне біздің нағашымыз Айжарқын апамның толған күні 70 жасы құтты болсын. Апа деніңіз сау болсын. Алдымызда әрқашанда асқар таудай болып жүре беріңіз. Тақпағыммен сол сөзім түйіндеп кетейін енді. Аманның құдіретінен микрофонда істемей қалып жатып, бір қол соғып отырыздар ардақтағандар. Ал, айта қой. Апау, өткеніңе көз салдым, ойымнан туып сөз бұрын, айтқызбай-ақ білесің, ұғатын жансың сөз құнын. Бағасы түспес алтынсың, жоғалтпай жүрген өз құнын, мойымай әлі келесің, жесірдің көріп жүзгінін. Үйлі қылдың ұлғызды тұрмыстың ұстап дізгінін, орнында қалған оңалып жаратқан салды көз қырын. Бейнетті кешкен қарашаш тартыпты бүгін бозбұрым, немерелерге әжесің үлгісін сақтап ізгінің. Көңіліміз марқайды 70-ке толып сіз бүгін, биле шаттан жарқылда есіңе түсіп құзгінің. Інжу мен маржан өздерін құламан тартқан сүзгінің, нағашың жоқ деп кемсітпес төртеуің бар да біздігім. Тамаша. Міне, нағыз талант ардақтағандар. Біз біреулердің жазып берген өлеңін айтып, той басқарып, ақша істесек, тегіннен тегін тұрған жерінде өлең шығарып сап тұр. Бір қол соқ қосып отырып қойсаңыздар болды әбекеңе. Күшті тамаша. Алла күш қуат берсін өздеріңізге. Кім бар тағы? Самок айтамыз ба? Ұлдай жеңшемнен үлкен айтсын. Асықпа кім? Құралай. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған қауым. Енді біздер ама сияқты өлең айта қойып. Билеп берейік. Апа, туылған күніңіз құтты болсын. Бас деніңіз сау болсын, главное.
әрқашан ортамызда өсіп жарқырап жүре беріңіз, көргеніңіз той болсын. Немерелердің қызығына тоймай, жастан жасқа жете беріңіз. Соны тілеймін, және жақсы тілектердің бәрі періштелердің құлағына шалына берсін. Ал, енді Ұлмекен апайдан бір кісі сөйлесін, Құралай, айта қойын. Сәлематсыздар ма, келген қонақтар. Сіздердің келгенде қадамдарыңызға нұр жаусын. Мынау апа, бүгінгі 70 жасың құтты болсын. Деніңіз сау. Ең басты қазір сізге денсаулық қой. Деніңіз сау болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Алланың берген жасын жасай беріңіз. Негізі бұл кісі отказ берген тойдан. Басын айтып берейін кішкене, е? Той жасаймыз десек жоқ, жасамаймыз. Жоқ, үйде ғана тойлай саламыз деген. Бірақ ешкім тыңдаған жоқ. Бірінші мамам тыңдаған жоқ. Жасайсың деп өзіміз жасап жердік дейді. Содан кейін екі апам бар, Ұлдай апам мен Айтот апам, одан қалды Бенк апам. Қалған балаларының барлығы қолдап, қолпаштап бүгінгі тойды сіздердің алдарыңызға ұсынып отыр. Апа, айтады ғой, Алланың берген бір күні нығмет деп, е? Міне бүгінгі күніңізге шүкіршілік қылып, әрқашан қуанышты көңіл күйде болыңыз. Қалғанның барлығы бола береді. Проблеманың бәрін Степногорскке барғаннан қайттан ойлай бересіз ғой, қазір күліп, ойнап, бүгінгі күнді өте жақсы көңіл күйде өткізіп алыңыз. Құтты болсын туған күніңіз. Молодец. Апам жасамайым деген кезінде Ұлмекен апай жасатыпты. Айтоты апай жасатыпты. Ұлдай жездем жасатты. Алла разы болсын сіздерге. Сіздердің арқаларыңызға ақша алатын болдым мен бүгін бар ғой. Күшті тамаша. Ал, кімге берейін? Сіз айтқан жоқсыз папа? Айтыңыз. Айтыңыз. Мүмкін сіздің тілегіңіз қабыл болар. Айтыңыз ал. Айсарқын апа, туған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, тойың тойға ұлассын. Тақ кімге берейін апа? Болды. Болды десе. Ал, олай болса, сіздерге де осы Айжарқын апам жасын берсінші. Бұл кісінің көрген бейнетін емес, осы кісінің көрген рақат зейнетін берсін. Құдай қаласа, сіздер де жетпіске. Апа, кімге берейін? Ана қыз өлең айтады дейді, үлпөк па? Үпөк па? Үпөк дайындал ендеше. Айжарқын апам өлең айтты деді, мазашты айтамыз. Ал, апам бірден айтайын деп отыр, айта қойыңыз. Бір сөзім қалып кетті, осы жақсы тотта. Алла тойда 70 жасымыз ғой. 70-ге жетейік, 100-ге жетейік. Бірақ немерем ер жетіп тұр. Жақсы болсын тойы. Соны ұмытып кетіппін. Манас, осы үйленсін. Құдайдан тілеймін. Тамаша, ал, тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Бір естелікке фотоға түсек, енді мынау Ермахан ағам, рахмет Майыстыра. Ермахан ағамның жиендері, апамның жиендері деп бөлініп жарылмай, барлығымыз бірге бір фотоға түсіп алыңыздар. Келіңіздер, ал. Жақсылап бір фотоға түсіп алыңыздар. Жастар жағы, әбеке, мақсат отырып алыңыздар. Болды ма? Ал, жиендердің құрметте бір жақсы ән берші, ортада бөлелер, жиендер билеп алыңыздар ендеше. Ал, жүр! Мөлдір көзің теңіздей тұнық маған, кезім жоқ өзіңізден сыр ұқпаған, алыста жүрсің дағы махаббатым, мен сені ұмытпағым, алыста жүрсің дағы махаббатым, мен сені ұмытпағым. Ай, мақпалым ай, ғашық болдым кірпігіңді
есігіңді қаққаныңай, кірбесініп жүріп келе жатқаныңай, періштедей сүйкімді сұлу қызды өзгенің тіл көзінен сақтағандай. Мақпалым-ай, ғашық болдым кірпігіңді қаққаныңай, кірбесініп жүріп келе жатқаныңай, періштедей сүйкімді сұлу қызды өзгенің тіл көзінен сақтағандай. Мен өзіме сен алмаймын, қайтадан бір өзіңді тапқаным-ай. Ай, тамаша. Ал, келдер енді 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні болады, 30 күн оразаның да 3 күн айты болады. Сіздерге даладай дастарханын жайып баладай қуанышын бөліскен бүгінгі той иелерінің алғысын алайық. Сосын батаны алып, қайтам деген кісілерге рұқсат беріп, қайтпай қалып билейм деген кісілерге музыка қойып билететін боламыз. Мен енді арнайы асабаның алаңына Айжарқын апамның ізінен ерген ұрпақтары, Сейіз ағам бастаған, Орынбек ағамыз қоштаған барша ұлдарын, қыздарын, немерелерін ортаға шақырайын. Сол кісілерге қосып, Айжарқын апамды да ортаға қалдырайын. Келіңіздер. Рахмет. Дәуірхан аға, Селхан аға, мүмкін болса той иелері рахметін айтатын сәт келді. Рұқсат болса отыра тұрсаңыздар, содан кейін шығамыз, Ал келіңіздер. Келіңіздер. Апамның барша ұлдары, қыздары, келіндері, күйеу балдары, немерелері ортаға келсін ендеше. Баршасы келді ма? Қалып кеткен ешкім жоқ қой. Енді апа, сіз ренжімейсіз. Мен енді бірінші тілекті ұлдарыңыздан, қыздарыңыздан естіп алған жөн санап отырмын. Себебі айтады ғой, әке тұрып ұл сөйлесе ұлыңның ер жеткені, ана тұрып қыз сөйлесе қызыңның бой жеткені дейді. Себебі той сіздікі, сондықтан да бірінші болып тілекті осы кісілер айтсын, соңында өзіңіз рахметіңізді, алғысыңызды айта жатарсыз. Ал, олай болса, сәкеңнен бастаймыз ғой. Көз ашып көрген тұңғышыңыз Сейіз ағамыздан бастап, қалған ұл-қыздар қоштайды енші. Ал, айтыңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Келген қадамдарың нұр жаусын. Жеңше, 70 жасың құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Немере шөберелер қызығын көр. Назарбаев Қазақстанды құрған болса, біздің семьяны сіз ордыңыз ғой енді. Деніңіз сау болсын, ұл-қыздарың бәрін қызығын көріңіздер. Алланың берген жасын жасай беріңіз. Рахмет сізге ризамыз. Рахмет. Сейіз ағама деген Насырене шоқ шапалақтарыңызға Алланың өзі разы болсын. Бір қол соқ қосып өтіп отыр. Ал, келіңіз, одан кейін Ақмарал тәте ғой, келіңіз, айтыңыз. Ал, құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Сіздердің барлықтарыңызға мың алғыс, өстіп мамамды құттықтап кебатсыздар, сыйлап. Сіздердің үйлеріңізде де осындай қызық қуаныш болсын, той болсын, осы той жұғысты болсын. Ал мама 70 жасың құтты болсын, деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, ауырмаңыз. Тек қана өстіп әдемі болып, ақылшымыз болып жүре беріңіз. Сізге мың алғыс, мама. Өстіп біздерді тәрбиеледіңіз. Папам жоқ екенін білдірмей. Ұлыңды ұяға, қызыңды қияға қондырдыңыз. Немере сүйдіңіз, енді шөбере сүйіңіз, шөпшек сүйіңіз. Тек қана ортамызда өстіп әдемі болып жүре беріңіз. 80 жасын тойлауға Алла нәсіп етсін. Барлығымыз осылай төрт көзіміз түгел. Деніміз сау болсын, барлықтарыңыздың үйінде де осындай қызық қуаныш болсын. Рахмет сіздерге, ризамыз, өстіп барлықтарыңызды көріп атырық, қуанып атырық. Көптен бері көрмеген туыстарымыз бар, Теміртауға істеп атырық, барлығыңыз келсін деп, орталық деп. Сол мамамды сыйласаңыздар, сіздерді Алла сыйласын. Сіздерге де тек қана жақсылық тілеймін барлықтарыңызға да. Қайырлы кеш, құрметті мамамның алыс жақыннан келген ағайын туыс, бұл жерге енді бөтен адам келмейді. Барлығыңыз әйтеуір алтыннан қымбат уақыттарыңызды арнап, біздің мамамды сыйлап, құттықтап келгендеріңізге үлкен рахмет. Алла разы болсын сіздерге. Сол менің де азғантай мамама жазған өлеңім бар, оқып берейін. Бәрінен қымбат асыл анашым, жақсы көремін жанымнан сізді.
қорғаным өзің ойлап баласын, төгіліп тұрар ниетіңізге. Анашым саған басым дейем, өткенді ойлап сонау бір кезгі. Мықты екенсің майыспай жүрген, тағдырға мынау дауылдай күзгі. Жалындап тұрған гүлдей шағыңда, әкемнен жазып қалсаң да көзді. 34-іңде жесір атанып, жетілдірдің ғой ұл менен қызды. Ана боп үйде тәрбие беріп, атқардың еңбек әке боп түзді. Аппақ сүтіңмен адал қызметті, өте алмасақ кешірші бізді. Алтыннан соқса жарасар анық, жаратсам үсін сіздей асылға. Жарқырап міне 70-ке келдің, анашым жетсін жасың ғасырға. Алдымда ана мәңгілік жүрші, жақсы күндерің күтеді алдан. Мейірімің қанып шөпшекті сүйші, қызыққа тоймай әкемнен қалған. Ал анашым 100 жаса, 200 жаса деп айтпайым, Алланың берген жасын жасай беріңіз. Немере сүйдіңіз, Аллаға шүкір, осы немерелерден шөбере шөпшек сүйіңіз. Сізге әлемнің, яғни жер бетіндегі бар жақсылықты тілеймін. Деніңіз сау болсын, ауырмаңыз, осылай ортамызда жарқырап жүре беріңіз. Рахмет. Қанша жыл той басқарып жүрмін, апа? Мынандай дүниені бірінші рет көріп тұрмын ше? Мынандай дүниені бірінші рет көріп тұрмын. Венера тәтем әдемілеп өлең айтып тұрса, Асекең жылап тұр, күйеу баланы жылаған бірінші рет көріп, бір қол соғып қойып отырайық. Міне нағыз адал күйеу екен сізге. Күшті. Тамаша. Қуаныштың көз жасы ғой, қуаныштың көз жасы, бір қол соғып қойып отырайық. Сәкен күліп тұрса, ана кісі жылап тұр, молодец. Ал әрмен қарай кім? Ақжігітке. Ақжігіт Орекең ба, Ақжігіт? Ал Орек айтыңыз ал. Не дейміз? Қосыламыз айтқандарыңызға. 100 жасаңыз. Рахмет маған. Міне құрметті қонақтар, бүгін менің енешімнің бүгін 70 жасқа толуы. Не дейміз? На енемнің мен түскен кезде Енежан, бүгінгі 70 жасыңыз құтты болсын. Әрдайым осындай ақ көйлек киіп, жарқырап, той-тойлап, қуанышымызда, арамызда жүре беріңіз. Мен айтайын дегенім, мен келін болып түскенде енем енді айтайын 40 жаста едіңіз ене? 45-те. Сонда мен таңғалғаным, енемнің ер адам ретінде де, әйел адамның ретінде де бәр іске жүгіріп, трактор демейді, бұл кезде білесіздер, ауылда отының да, шөптің да үстінде екі баласын ертіп, қыздары үйге қарап, оның жанында анасы болып, үйге қарап, енемнің табаны өкшесі жарылса да, дәске тесіліп, не дейді, соны жамап киіп, осы балдарым үшін деп малды жинап, шашпай, төкпей, мен деген азаматтар істей алмаған істерді істеп, біздер қандай керемет той жасап берді. Өздеріңіз білесіздер, 96 жылы қандай нелер қиындық замандар болды, СССР тарағаннан кейін. Енем соған бәріне мойнымай, бізге бәр несін қызметтерін көрсетіп, біздің екі балама да өз баласындай қарап, не деймін, ене, сізге алғысымыз шексіз. Осы балдарыңыздың, немерелеріңіздің шөбере шөпшік немене сүйді Алла нәсіп етсін сізге, Енежан. Өмірде әр қырынын іздеп арай, бақыт құрсы самсағын сізге қарай. 70-ін асуынан еркін асып, сәтті қадам басыңыз 100-ге қарай, Енежан. Қазақта сөз бар ене деген, бұл сөздің қасиетін терең білген, батасы құлыны да, торпағы да, енесіне әрдайым еркелеген. Үйге түскен келінді бекер айтпайды, енесінің топырағынан жаралған деп, тәлім тәрбиені енеден көру міндет. Сондықтан да енем келін әрдайым дос болу керек. Ене әрдайым достығымыз айырылмасын, сырыңызды айтып дейміз. Енем сырласын болып жүре беріңіз. Енді мынау мен кішкентай сыйлығым бар. Мына екі немересі кел. На көп кісілер бұларды кішкентайынан көрі осы сол үшін де Теміртауға осы балдарымыз арыласын, құрыласын деп, на келіңізші апа.
менің ең жақын көршім, осылардың үйінде бір үйдің несіндей болып өскен бұл кісілер. Біздің балдарымызға өздерінің балдарындай. Міне жаңа айтып жатсыз ғой, сізге көзіме жас алып. Міне көрші. Жақын туыстан көрші жақын не дейді ғой, енді жақын болады дегенде, мен әжем осы балдарымды кішкентайында шомылдырып, қалай әжемді білесіз ғой, енді мына кісінің енесі болады. Менің екі баламды да шомылдырып үйретіп, енем деген білесіздер, енді даланың да адам болып жүргенде осы әжем біздерге бәр нәрсені көрсетіп үйреткен әжем. Әжемнің жатқан жерін нетсін, енді әруағы риза болсын. Сіздерге рахмет айтамын. Бір үйдің де апа, енді Құдай қаласа сіздерге енді тойда, балдардың тойында шақырып, өзіміздің сый-сапаятымызды табыс етеміз, апа. Қазір, осында тұрыңыз. На, енді балдарының... Асықма, сыйлық асықмайыншы. Новый досыңыз құтты болсын, апа. Новый досына бір шапалақ ұрайық, енемен достық. Ішті, я. Расымен де қайнене мен келіннің ортасында достық болса, оның несі жаман, я? Ал, енді күйеу балдар тілек айтса, сосын немерелер айтып, мен өзім жақсылап айтып, сый-сапат тапсыратым. Ал, Асеке, келіңіз өзіңізден бір жақсы бар. Ел достарға келіңіз, ал. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, туыс. Құда жекжаттар, мынау келіп отқан қадамдарыңызға нұр бітсін. Мынау бүгін біздің енді ене демеймін, анашымыздың туылған күні 70 жасы. 70 жас деген ол өте жақсы жас. Артта көрген бейнетіңіз бен қуанышыңның көрінісі 70 жас деген. 70-ке жеткенде бар, жетпегенде бар. Соны есептеп тойлайық дедік енді. Міне Маралмен отасқалы 30 жыл болады. Мені осы кезге дейін енді күйеу бала деп бір сынап не қылған жоқ, баласындай көрді, ақылдасады. Мен де бұл кісіні анашымдай қатты сыйлаймын. Жасыңыз 80-де секіріп, 90-ға жетіп, 100-ге келген жасыңызды тойлайық. Алла қанша ғұмыр берсе де, қызығы мен қуанышын берсін. Немерелеріңіздің қызығын көріңіз, шөбере сүйіңіз. Солардың бақытында, арамызда қарайып, ақылшы болып жүре беріңіз. Барша жақсылықты тілеймін. Осы ағайын туысыңыздың алдында гүлдей жарқырап жүре беріңіз. Ассалаумағалейкум, тойға келген қонақтар. Барлығыңыздың қадамдарыңызға нұр жаусын. Алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің анамыздың, енеміздің 70 жасын тойлауға алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет. Мен де енді Керізде бір ауылда өстік. Балабақшада жұмыс істеген едім менде. Суретші, көркемдеуші болып. Сонда апам да сонда жұмыс дейді. Мені бөле-бөле дейтін еді. Бірақ уақыт өте келе күйеу баласы болдық. Күйеу бала деп айтқанмен барлығымызды өз баласындай қарайды. Не дейін, мына бүгінгі 70 жасыңыз құтты болсын. Алланың берген жасын жасаңыз. Барлық мынау балалардың, немерелердің қызығын көре беріңіз. Шөпшектің қолынан май ішіңіз. Әрбір көрген күніңіз қызыққа, қуанышқа толы болсын. Той тойға ұлассын. Осы тойдан кейін немерелеріңіз үйлене берсін. Бірінен соң бірі. Әмин. Ал, енді көз ашып көрген немереңіз ғой, сіздің балаңыз, қайсысы қыз ба? Ке. Ақ ерке кім? Ке, ақ ерке. Қыз баланы біз құрметтегенбіз, қонақ қылып төрге шығарғанбыз. Ақ ерке тұрғанда саған сөз қайда, бірінші ақ ерке айтсын, сосын сен айтасың тілекті. Ал, айта қой әжеңе. Енді әжең талай түн ұйқысын төрт болып сен қасын алып жатқан шығар, е? Апа, сіздің қызыңыз ба? Айт енді әжеңе тілегіңді айта қой. Ал. Енді Ақжарық Нәже, 70 жасыңыз құтты болсын. Осы кішкентай кезімізде оқуға апаратын боран болса да оқып білім алсын деп
ең бастысы денсаулық. Бізді қуантып жүре бердіңіз әже. 80-ге толыңыз, 100-ге толыңыз. Құтты болсын. Так, тоқта, асықпа, мен өзім айтам, өзім күштілеп айтып беремін сосын. Так, кім бар, болды ма? Ерекен қыз айтады ма? Ал, кім? Мынау кім баласы? Асекеңдікі ма? Кел, Асекеңнен бір бала айтсын ендеше, айта ғой. Әже, 70 жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, өміріңіз ұзақ болсын, 100 жасаңыз аман болып, біздің қызы қуанышымызды көріп жүре беріңіз, бақытты өмір сүріңіз, немелеріңіз қызы қуанышын көріңіз болды. Кетпе, кім кетпе? Тоқта, асықпа, тоқта. Асықпа. Кім, Әсел? Кім? Ерекен қызы ма? Ерекеңнен біреу айтсын. Айтасың ба? Айта ғой. Сәлеметсіздер ме? Әже, бүгінгі 70 жасыңыз құтты болсын. Сізге осы өмірдегі бүкіл жақсылық тілеймін. Көз алдымызда жүзіңізден күлкі кетпей жүре беріңіз. Бар жақсылық тілеймін сізге. Міне, қазір ақ бұлт бар, қара бұлт бар, ала бұлт бар. Қара болсаң аспанда да алалық бар. Шалда болса біреуде балалық бар, жаста болса біреуде даналық бар. Даналық ақ тілегін айтқан жас қонақтарға бір қол соғып қошемет отырыңыздар. Ал, олай болса енді сен атың кім еді бауырым? Аналбек. Аналбек, сенікі? Ақерке. Арнайы әжесіне Аналбек пен Ақеркенің сыйлығы бар екен. Сертификат. Қалаған жеріне барып демалады деп жатыр. Ал, табыстай ғой әжеңе. Қол соғып қошемет отырайық. Немерелердің сыйлығын. Кеңейді ой керегім, әттені қолдағы келмейді, айды алып берерім. Мына сертификаттың беру себебі әжесі талай еңбекті істеп, енді жүгіріп, осы қазір шаршаған, енді енемнің несінде демалуына енді рұқсат шығар деп ойлаймыз. Арамызда демалып, дені сау болып, осы немере шөберелердің арасында жүріп, шалқып жүре беріңіз ене. Демалсыңыз, құтты болсын. Қалаған енді Сарағашқа барасыз ба, енді қалаған жағыңызға енді өзіңіз таңдайсыз. Сол балдардың иесі. Молодец, міне. Бейнеттің зейнеті деген осы апа, Құдай қаласа. Осы уақытқа дейін осы немерелерді бағып шаршаған болсаңыз, енді сертификатты алып демалуға барасыз, Құдай қаласа. Ал, және де анамызға алтыным көп деді. Енді күмістей жарқырап жүре берейін деп, осы күмісті заказ берген бізге. Ал, күміс. Арнайы Сәкеңнің жанұясының атынан. Аман жүрші біздердің бағымызға, жүзіңнен нұр төгіп жүзге келші, жадырап жанымыздай. Мейірімін бөлген әр баласына, жан жетпес бағасына, шын жақсы көреді жүрегімде, қарамай шамасына. Болды. Келін боп кеткеніңіз есіңізге түсіп кетті деп шарқат байлағандай байладыңыз ғой, досыңыздың басын алып келіп. Ал, жауып қойсаңызшы, иығына жауып қойыңыз, болды. Қоймайды екен мына кісі тартпайшы. Ал, болды ма? Енді, Бейнера тәте, сіздің қолыңызда да бір алтын ба, бірдеңе көргендей болдың ғой. Тақ тұсадыңыз ба? Жақсының жақсылығын айт, нұртасы, жаманның жамандығын айт, құтығашын дейді. Байқамай қалды, даже Бейнера тәтеміздің не таққан. Көрсетсеңізші, алтынды мақтансаңызшы. Міне, қалың тростақты бір қол соқ қошемет етіп қойсаңыздар болады. Рахмет. Тақ кімде бар? Қалып кеткен жоқ па? Барлығымыз өттік. Екі қыздың сыйлығы. Екі қыздың сыйлығы алтын, алтын, екі баланың сыйлығы күміс. Қайнысы той жасап беріп жатыр екен, Орекең. Болды ма? Ризасыз ба, апа? Ризам. Ризасыз ба? Шүкір Алла. Мынандай алтын тағып алсам, мен де риза боламын. Ал, енді 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні 30 күн оразанда 3 күн айты болады дейді. Осындай баланы тәрбиелеп дүниеге алып келіп, 70-тің желкесінен басып жатқан ақ жаулықты апамның алғысы қалды. Рахметі қалды, ардақтайындар. Алғыс алайық, рахметті алайық, сосын батан алып, тойымыздың артын ашық қылайық. Ал, апа, сіз үшін келген қонақтар ақ тілегін ақтарды, жақсы ниетін айтты, сый сияпатын тапсырды. Кел демек бар, кет демек жоқ. Алғыс тек қана өзіңізде қалды ендеше. Ал, айтыңыз енді, рахметіңізді айтыңыз барша қонақтарға. Құрметті қонақтар, алыс жақыннан келген ағайындар, құда жегізаттарым, қайын жұрттарым, өзімдің бауырларым,
нағашыларыма, жиендеріме, інілеріме, бөлелеріме бәріне рахмет айтам. Ермаханның жиендері, қайын сіңілім, қайындарыма бәріне рахмет айтам. Құрметтеп келгендеріңізге, алтындай уақыттарыңызды қиып, құрметтеп келіп отырсыздар. Барлығыңызға мың алғыс. 70 жас жұғысты болсын бәріңе. Соның ішінде таң атпай 9-да келген 2 қайныма тағы мың алғыс. Рахмет көп-көп. Мына жиен інім ғой, өзімнің апамның баласы Маралбек, қызмет қылып, басқарып, неғып атыр. Маралбекке де мың алғыс. Жақсы көретін жездемет, игілік, жуас ет, игілікке де мың алғыс. Рахмет апа. Ал, енді көп сөйлеп, қонақтардың да уақытын алмай қойын апа. Ұрсат болса, ойнадық, күлдік дегенмен біраз жерге келдік. Енді сіздердей жақсы адамдармен 3,5 сағаттай уақытым кетіп тардақтағандар. Осы бір 3,5 сағаттың ішінде біреуіңізге сіздердің орнына сен деп қойған болсам, болмаса біреуіңізге жай ғана қалжыңдан деп көңілдеріңізге тиетін сөз айтып қойған болсам, болмаса бір жақпайтын бір қылық жасап қойған болсам, бірінші 18 ғалам жаратқан Алланың, екінші осында отырған барша қаракөз қазағымның алдында басымды жинап, шаттық сыйлап, тойдың алған. Бір қазақтың баласы жаңылды ғой, кіші жүздің Керейттің Тоққожаның жиені жаңылды ғой деп кешірім көзбен қарасаңыздар, Алланың өзінің нұры түссін дегіміз келеді. Ал, енді бісміллә деп бастаған тойда рұқсат болса, ілекей әмин деп батамызды алып, тойымыздың артын ашық қылайық. Кімнен аламыз батаны? Тойдың батасын кімнен сұрайын? Тойдың батасын. Темір ағам ашып беріп, Темір ағам жауап берсін ба? Ал, тәке, келіңіз, өзіңіз бір батаңызды беріп, тойымызды түйінде қойыңыз. Ал, Алла деп алақан жайып, бисмиллахир-рахманир-рахим. Темір ағамнан бата сұрайғанша, әмин. Міне қадірлі қонақтар, ойнадық, тойладық, күлдік, биледік. Міне бүгін біз жеңшем 70-ке толды, білбас, жеңшем енді 100-ге жетті. Міне жаңа келін қайда? Келін айналайын, мына жеңшемнің тілегін тілеп не қыбатсын енді айналайын, сол сөзден тайма. Осы кісінің ізін қу, осы кісінің қылығын істе, осы кісіден тәрбие ал. Інелерім, сендерге рахмет, қарындастарым бәріңе. Дендерің сау болсын, сендердің үйлеріңде той болсын. Құдайым, осы үйдің жандарына өмір бер, көтеріңкі көңіл бер, жақсылықтың төрін бер. Асқар таудың сәнін бер, қара жердің нәрін бер, көк аспанның әрін бер. Қолымды жайып сұрайын, осы отырған ағайындардың тілегінің бәрін бер. Әлхамділлә, әлемнің берекесін беріп, бәрі үйлеріңізде той болсын. Ал, жақсылығымыз болса асырыңыздар, жаман болса жасырыңыздар. Сіз десейік, біз десейік, тек қана тойда ғана кездесейік. Біз өзімізбен қоштаспаймыз. Осында отырған барша жамағатымыздың шаңырағында тек қана жақсылық той көп болсын. Жақсылықтарыңызға жағаласа жүрейік. Ал енді мынау Маралбек ініме үлкен рахмет, тойдан тоғықша деп жұғысты болсын. Сен де нағашы апаң сияқты 70-ге жетіп, сол 70 жасың тойлауға жет. Рахмет Асеке. Ал, әрмен қарай билейміз ендеше, келіңіздер. Надердің саңы шыққанша, администратор қуып шыққанша билейіңіздер.